Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін өте дәмді болып шығатын және қонақтар келген кезде таң қалатын тюльпан самсасын дайындайтын боламын. Егер рецепт қызықты болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа 800 грамм ұн салып аламыз. Үстіне 1 жұмыртқа, 400 грамм айран, 200 грамм сұйық май және 1 шай қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамыр илеп 10-15 минут демалдырып қоямыз. Ыдысқа 800 грамм тартылған сиыр етін салып алдым. Үстіне 3 пияз ұсақтап турап саламын. Тұз және дәмдеуіштер салып, жақсылап араластырамын. Жақсылап араластырып болдым. Қамырым демалып болды. Енді осылай бөліктерге бөліп шығамын. Менде барлығы 28 дана шықты. Барлығы бірдей болу үшін осылай таразыда өлшеп аламын. Қамырымды дөңгелентіп жаямын. Осылай кесіп, салмамды саламын. Осылай ораймыз. Асты жағын түйіп аламын. Әдемелеп тюльпан формасына ұқсайтындай етеміз. Барлығын түйіп болдым. Енді жұмыртқаға күншітке былғап аламыз. Пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Міне кесіп, сүйкімді нәзік тюльпан самсаларым дайын. Өте дәмді болып шығады және үкілмелі болып шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тағы да осыған ұқсас рецептерді білгілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетеміз.